Бізде ақылы келіп оқитын студент жылына 1 миллион, орташа есеппен 1 миллион 800 мың төлейтін болса, грантпен келіп оқуға түскен студент үшін мемлекет шамамен 715 мың теңге ғана төлейді. Яғни қарап отырсаңыз, шамамен 3 есе айырмашылық. Бұл енді әрбір студентке 715 мың төленгендіктен біз қаражатымыз шектеулі болғандықтан біздің мысалы білім беру жүйесін жоғарылатуға, дамытуға, мысалы кампусымыздың ремонтын жасауға, немесе білім беру инновацияларына жұмсайтын инвестицияларымыз бар. Яғни бұл жерде енді қаржы жағынан шектеу болуы мүмкін. Бұл ретте әсіресе мемлекеттік грантпен түсіп жатқан студенттер көп болса, ол оқу орнына біршама бір қаржылық мәселелер тудырады. Өйткені біз қазір мемлекеттік министрлік тарапынан да оқытушылардың ең төменгі жалақы деңгейін бекітті. Біз университетімізде енді оқытушылардың жалақысын жылда кішкене көтеруге тырысамыз. Ал егер де грантпен оқитын студенттерге бөлінетін қаржы жылда өспесе, біздің де қаржымыз кішкене шектеулі болуы мүмкін. Бұл ретте орташа есеппен алсақ, мысалы ақылы түрде оқитын, Алматы қаласында ақылы түрде оқитын студенттің мысалы 1,5 миллион болса, орташа есеппен мемлекеттің грантпен оқитын студентке дейін төлейтін қаражаты өте төмен.